Егер де жаттығу жасау барысында планка ұнамайтын болса, онда осы жаттығуды орындауға кеңес беремін. Шығыс халықтары бұл жаттығуды ағашқа ұқсап тұру деп атайды. Сіздің ағашқа ұқсап тұру қолыңыздан келе ме? Ендеше кеттік. Денедегі салбыраған теріні жиырып, майларды жоғалтуға көмектесетін планка жаттығуы көпшілігімізге жете таныс. Оны кез келген жаста және кез келген жерде жасауға болады. Дегенмен де, қарапайым болып көрінгенмен жерге шынтақ тіреп 1 минут тұрудың өзі қиынның қиыны. Сондықтан да планка бәріне бірдей ұнай бермейді. Егер сізге де планка ұнамайтын болса, оның орнын ауыстыратын қарапайым әрі оңай жаттығу бар. Цигун жаттығулар жүйесіндегі қарапайым бір қимыл денедегі барлық бұлшықеттерді жаттықтырады. Ол омыртқаны түзулеп, күш-қуатты арттырып, бұлшықетті қатайту арқылы дене бітімін тез арада әдемі әрі тартымды етуге көмектеседі. Сонымен қатар, ішкі ағзалардың қызметін және тыныс алуды жақсартады. Шығыс халықтары аталған жаттығуды ағашқа ұқсап тұру немесе тік медитация деп атайды. Олардың пікірінше жаттығу созылмалы ауруларды да емдейді. Сондай-ақ күнделікті орындау арқылы дене тонусын жақсартып, артық салмақтан оңай арылуға себеп болады. Әрине, нәтижеге тез жету үшін жаттығумен бірге дұрыс тамақтану өте маңызды. Жаттығуды орындау үшін арнайы зал мен немесе құрал-жабдық қажет емес. Жаттығуды белгілі бір уақытта орындау керек деген нұсқаулықта жоқ, және кез келген жер жаттығу жасауға жарайды. Жаттығудың нәтижесі күніне 10 минуттан артық орындағанда байқала бастайды. Сондықтан да бастапқы уақытта 10 минут орындап, кейін келе уақытта арттыра түсу керек. Бірақ жаттығуды денеңіздің жай күйіне қарай жасауға кеңес беремін. Егер денеңіз артық күшті көтере алмайтын болса, немесе тізеңіз ауыратын болса, 10 минуттан асырмағаныңыз абзал. Жаттығуды қарапайым және күрделі қимылдармен орындауға болады. Қарапайым түрінде тізе аздап бүгіледі және оған айтарлықтай күш жұмсаудың қажеті жоқ. Бұл қимыл жасы үлкен кісілер және күні бойы бір орында отырып жұмыс жасайтындар үшін өте қолайлы. Орташа түрі тізе 130 градусқа бүгілген күйде орындалады. Бұл қимылды физикалық дайындығы күшті жандар қайталай алады. Тізені барынша 90 градусқа бүгу арқылы орындалатын жаттығу денсаулығы мықтыларға арналған. Жаттығуды қалай орындаймыз? Алдымен екі аяғыңызды иық бойымен қойып жерге түзу тұрасыз. Екі аяғыңыз бір-біріне параллель тұру керек. Кеудеңізді кермей, басыңызды тік ұстайсыз. Сосын тізеңізді аздап бүгіп, сол қолыңыздың алақанын ішіңізге, ал оң қолыңыздың алақанын сол қолыңыздың үстіне қоясыз. Денемізді қимылдатпай, көзімізбен алға және төменге қараймыз. Бұл жаттығудың қимылы ең оңай түрі. Егер жаттығуды сәл күрделі қимылдармен орындағыңыз келетін болса, онда тізені аздап бүгесіз. Кейін екі қолыңызды шарды немесе ағашты құшақтап тұрғандай дөңгелек етіп ұстайсыз да, қол мен көкіректің ара қашықтығы 60 сантиметрдей болуы керек. Көзіңізбен тек алға бір бағытта қарап тұрсаңыз болады, немесе алға және төмен қарай аласыз. Мүмкіндігінше бір қалыпты тыныс алуға тырысыңыз. Жаттығуды жасап жатқан сәтте бір қалыпты 10 минут бойы сақтап тұруға тиістісіз. Орныңыздан ауып кетуге немесе бүкірейіп тұруға болмайды. Дененің түзу болуын қадағалаңыз, әрі басыңыз да түзу тұру керек. Жаттығуға ішкі көңіл күйіңізде жақсы болған әсер етеді. Сондықтан да 10 минут ішінде тек жақсы, жайлы нәрселер ойлаңыз. Жаттығуды аяқтау үшін тізеңізді жаймен жазасыз да, терең демаласыз. Деміңізбен бірге екі қолыңызды мойныңызға дейін көтересіз. Дем шығарған уақытта қолыңыз мойныңыздан ішіңізге қарай қолыңызбен басқандай түсіресіз. Бұл қимылды 3 рет қайталауға болады.